Сәлем достар, сіздермен бірге мен IT бала. Бүгін біз Scratch'тың ең күрделі тақырыптарының бірі 6-шы тақырып сенсорларды өтетін боламыз. Бұл бізде ашық көк түспен берілген блоктар. Бұларды біз басқа блоктарға жалғап өтеміз. Яғни, мынандай сопақшалары бар блоктарға және управление блоктарына. Енді біз бұлардың ең біріншісі алдыңғы тақырыпта управлениямен бірге көрсетіп кеттім. Касается указатель мышь. Яғни, бізде мынау нәрсе орындалма. Мына нәрсе, бұны біз пішініне қарап, сол пішінге сәйкес орынға қоя аламыз. Мысалы біз X мыши дейтін болсақ, X мыш, Y мыш дейтін болсақ, бұл бізде дұрыс болмайды. Қане қойып көрейік. Бұлай қойсақ, және әрқашан примитив X мыши, Y 0 десек, сонда ол біздің мышканың көлденеңімен жүріп тұр. Ал егер біз бұны алып тастап, оның орнына Y мыши дейтін болсақ, оның біздің указатель мыштың Y мен бірге қозғалады. Тағы нені көрсетсем болады? Ответ. Бұл сұрау. Мысалы біз как тебя зовут, яғни атың кім? Яғни біз бүйтсек, сұрасақ, мына кейіпкер сұрады. Мына жерге жауап жазамыз. Мына бізде нерге не дейін? IT бала дейік. Енді энтерді басып жіберсем, енді ответті басатын болсам, IT бала. Яғни біздің ответіміз IT бала болып шықты. Ал мынаны нерге қойсақ, бұл жұмыс істемейді. Яғни біз әріптермен қозғала алмайды. Ал громкость. Громкость мынаяқта бізде бар. Громкость бізде мынау қанша? 100. Енді біз қазір мынау X9-да тұр. Енді біз мынаны бастақ, громкость шагов дейді. Міне. Громкость 100. Громкостьті минус 10-ға қойсақ 90. Енді бұл 146 болмайды, енді минус 29. Енді жүргізетін болсақ, қазір ол бізде болады 39. X39-ға бару керек. 39 емес 84-ке келді. Яғни келісімшарт жасай кетті. 84-тен 49, 49-дан 1. Яғни 50-ге жүріп тұр. Бірақ бізде мынау 50 емес. Громкость звука дейтін болсақ, 90-ға жүріп жүр. Яғни мына бізде громкость 90. Яғни дыбыстың жуандығы 90. Енді біз мынаны бассақ, ол орындайды. Бірақ бұл бізде 39 дейді. Яғни бұл біздің қазір сөйлеп тұрғанымызда бар. Ал мынау осы Scratch'тағы скриптілердің дыбысының нелерін алады. Ал мынау біздің дыбысымыз. Деп тұрып жүрсек, міне қатты дыбыс шығарып тұрып, қатты жүреді. Міне ол кезде жай жүретін болады. Міне қараңыздар. Міне жай жүріп келетір. Ал егер біз десек, бұл қатты жүреді. Яғни біздің қазір айтып тұрған даусымызды. Енді келесісі тағы не бар? Расстояние до указатель мыши. Яғни ананың мына біздің спрайттың біз мына указатель мышке дейінгі арақашықтығы бізде 502 пиксель екен. 502 пиксель және мынандай периодты сан. Ал егер біз бұны жақындатып алып келсек,
бассақ, ол енді 57 ақ. Себебі біз жақындаттық, яғни бұған деген арақашықтық азайды. Енді бізде мына жерде тағы блоктар болады. Олар басқа кейіпкерлерге деген арақашықтығы. Оларды ойында жасаған кезде қолдануға болады. Енді келесі айттым, клавиш пробел нажата. Если оны осы жерге қоямыз, және бұған навсегда деген блокты береміз. Біз бұған X және Y-да қояйық. Ойын кезінде қозғалту үшін бізде осы нелерді қолданамыз. Пробел нажатаймыз. Біз онда вправо дейік. Енді мынаны дублировать етейік. Тағы бір дублировать етейік. Енді бұлайнан қойған кезде бізде мынаны қазір ол керек емес. Екеуі тұрсын. Мыналарды алып тастайық. Мынаны қояйық. Мынаны мынерге қояйық. Енді мынаға 10, мынаға -10. Мынаға да -10. Яғни X -10-ға жүреді. Енді біз солға жүргенде ғана -10 болу керек. Жоғарыға қарай 10, вправо емес, бізде онда вниз дейміз. Вниз дейік. Вниз болса дұрыс болады. Енді біз ойындарда осылай қозғалтамыз. Міне, мен қазір стрелкаларды бассам, ол не болды? Міне, бізде мына 2 вправо болып кетіпті. Онда біз мына верхті қоймаппын. Енді біз мынаны қайта бастайтын болсақ, енді міне 10 клавишті бассақ, 10-ға жүреді, солды бассақ солға, жоғары десек жоғары, төмен десек төмен. Яғни бұлар мына жердегі не орындалса, мынаған қойылған кезде мыналар орындалса, онда мынаны орындап береді. Және мыш нажата, яғни біз мышкамен баспасақ тық етеді. Сол кезде мына жерде егер біз мышканы бассақ, қазір ол солға қарай жүреді. Мыш нажата. Бассақ, сол жүреді. Перетаскивать можно дейді. Невозможно. Нельзя десек, онда біз бұны қозғала береді. Перетаскивать деген қалай сонда? Мен бұл блокты өзімді бұл көп қолданылмайды. Сондықтан мен оны көп білмеймін. Имя пользователя дейді. Имя пользователя, яғни менің аккаунтым бар. Оны біз кез келген бір браузерден аша аламыз. Енді мына имя пользователяны менде қазір бұл кәдімгі Scratch программасы. Ал браузердегі онлайн Scratch программасында өзіңнің аккаунтыңның аты осы жерден шығады. Осыны басып түрткен кезде оның мәні қандай екенін береді. Спросить таймер. Біз таймер жібергеннен кейін таймерді қайта тоқтата аламыз. Спросить таймер десек, міне кетті. Таймер міне кетті. Міне. Тағы бассақ, міне таймер кетті бәрі. Енді біз спросить таймерді тоқтатайық. Кетті. Міне 4-те 751. Фон ат сцена, яғни сценаның, яғни сахнаның, фонның номері или оның есімі, немесе оның айнымалылары, яғни переменді блоктары аранжуй, оларды кейін өтеміз. Громкость, яғни оның дыбыс шуғандығы, осы жерден біз ала аламыз. Мысалы, громкость дейік. Громкость десек, бассақ, міне ол мынамен жүреді. Және
яғни әрқашан мына y мышпен қозғалып тұр, және сценаның x-інде тұр. Сценаның громкості бұл бізде қанша? Сцена громкость бізде 100. Яғни мына y 100-де тұр. Y 100-де тұр. Яғни сценаның дыбыс жуандығы, яғни мына звуктағы дыбыс жуандығы 100-ге тең. Оны сцена осы. Бұны біз өзгерте де аламыз. Мына кейіпкерлерді қойсақ, сол кейіпкердің айнымалысы, тұрған орындарын осы жерден таба аламыз. Текущий код бұл қиын айнымалыларға жатады. Мысалы, оны календар құрған кезде болады. Текущий код, яғни 2024 жыл қазір. Ай десек 2, датаны жазсақ, міне 29-ші күн, день недели 5-ші ай, апта. Қазір сағат 11, минуты 2 кетті. Ал секундына қарасақ 29, енді 30, енді 32, енді 33. Яғни бұл жерде мынаны басатын болсақ, мына жердегі мәнді тауып береді. Несіз 2000 год дейді. 2000 жылда 8500 деме қалай? Бұндай көп түсіне алмадым. Яғни бізде қазір түсініксіз болып тұрған мына блокпен перетаскивать можно болып тұр ғой. Бүгінгі сабақ осы. Сенсорларды бүгін өттік. Сенсорлар, яғни олар сопақша жерлерге орналасатын блоктар. Оларды әртүрлі операторларға, переменный, айнымалы және қозғалыс кезінде ойындарда көп қолдануға болады. Мен бұларды сіздермен келесі тақырыптарда өтетін боламын. Бізде уже көптеген тақырып өтіп тастадық. Бізде 3-ақ тақырып қалды. Олар оператор, переменный, другие блоки. Бүгінгі сабақ осы. Ұнаса лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.